Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге таңғы асқа тез дайындалатын 3 жұмыртқа мен 1 стақан сүттен жасалатын осындай жұп-жұқа блинчиктерді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға 3 жұмыртқамызды осылай жарып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстінен, яғни жұмыртқаларымыздың үстінен 1 шай қасықта жарты қасықтай тұз, сосын ас қасықпен 3 қасық құмшекер салатын боламыз. Енді венчикпен осылай жақсылап араластыратын боламыз. Егер қаласаңыздар, миксерде араластырсаңыздар да болады. Осылай шекеріміз жақсылап еріп алғанша араластырып, жұмыртқаларымыздың үстінен сүтімізді құятын боламыз. Яғни менде осындай 1 стақан сүт құйдым. Менің стақаным 200 миллиграмдық стақан. Енді барлығы біркелкі болып осылай араласқан соң үстінен ұнымызды салып, яғни барлығы біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Ұнымызды да мен сол сүт құйған стаканда 1 стакан салып алдым, яғни 200 миллиграмдық стаканмен ұнды салдым. Енді осылай барлығына жақсылап араластырған соң үстінен тағы да 200 миллиграмдық стаканда қайнаған суымызды құйдым. Яғни жылы су құятын боламыз. Және мен 3 ас қасықпен өсімдік майыны құйып, жақсылап біркелкі болғанша барлығына осылай араластырамыз. Міне біздің үстіміз, яғни блинчиктің қамыры осылай дайын болды. Сұп-сұйық болып шығады. Енді осылай табамызға мен азғантай майды тамызып, жағып алдым. Оны тек қана бірінші блинчикті ғана пісірген кезде жасаймыз. Қалған блинчиктерге майдың қажеті жоқ. Енді осылай блинчиктерімізді жақсылап орташа отта пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын блинчиктеріміздің бірі. Байқаған болсаңыздар, бұл блинчикке ешқандай қопсытқыш сода салмаймыз. Менің басқа да тағы да бір блинчиктің рецепті салынған менің парақшамда. Ол блинчикте разрыхлитель салып жасағанмын мен, яғни. Ал бұл рецепте сода, разрыхлительдің ешқандай қажеті жоқ. Міне біздің блинчиктеріміз дайын болды. Достар, менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің парақшама подписаться жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Ас болсын, міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер.